Қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай шашпа болып шығатын өзбек ұлттық тамағы палауды жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керек заттар күріш. Палаудың қаншалықты әдемі шығуы негізінде күрішіне байланысты. Қандай күрішпен жасайсыз, соған қарай палаудың да дәмі де көрінісі де өте керемет болады. Күріш, етіміз және пиязымыз, сәбізіміз, чеснок қалауларыңыз. Чеснок салу керек деген заңдылық жоқ, өз еріктеріңіз. Ең алдымен мен жұмысымда бәрін ашып дайындап аламын. Сосын қазанымды газге қойып, 2 шөміш майымды құямын. Менің майым қызығанша, ол кезде мен сәбіздерімді турап тұрамын. Бұл ұзақ қуырылатын тамақ болғандықтан барынша асықпай істей берген дұрыс. Өзіміздің үй ішімізбен палауды ұнатамыз негізінде. Аптасына 1 рет жасап тұрамыз деп айтуға да болады. Көбінесе обедке туырлап жасаймын мен. Себебі негізі ауырлау тамаққа жатады. Осылайша сәбіздерімізді ұзын-ұзын етіп турап дайындап аламыз. Ар жақта уже менің майымды құйып қойдым. Көргендеріңізде қызам дегенше мен сәбізімді турап аламын. Палау негізі көбінесе 1-ге 1 дайындалады. 1 кило күріш салсаңыз, 1 кило сәбіз салу керек, 1 кило ет салу керек деген сияқты. Ал мен осы арада майым қызыды. Енді етімді салып, әбден қызыл етіп қуырып алатын боламын. Егер сіз жиындарға дайындайтын болсаңыз, бәрін 1-1 дайындаңыз. Яғни айтып өткенімдей 1 кило күрішке 1 кило ет дегенде. Енді мен өзіміз үй ішімізге дайындап атқаннан кейін 1 кило басып жатырмын. Негізі 1 кило көп бізге, бірақ рецепт дәлме-дәл шығу үшін істеп жатырмын. Енді шілей 1 кило ет салған жоқпын, өтірік болмасын. Бізге жетеді. Өйткені біз жас отбасымыз, балдарымда әлі кішкентай, қатты ет жей бермейді, ет іздей бермейді. Сондықтан шамалы аздау ет салдым. Етімді жақсылап қызартып қуырғаннан кейін оның пиязымды салатын боламын. Пиязымызды көріп тұрғандарыңызға қып-қызыл етіп қуырамыз. Асықпай, әр етті болсын, пиязды болсын 15 минуттан 10 минуттан қуыра беріңіздер. Ең бастысы қарайып кетпеу керек. Қарайып кететінге жеткізбей қуырасыздар. Ал етімді пиязым қуырып болғаннан кейін оның үстіне сәбізімді салып, сәбізімді қосып, жақсылап қуырып алатын боламын. Сәбізді әбден қуырыңыздар. Өзің күшін жоғалтып алғанша, қанша палау көп қуырылады, соншалықты дәмді болып шығады. Осылайша пиязым деп сәбізімді жақсылап қуырып аламын. Видеода көретін болса, алдағы уақытта қалай қуырылғаны. Осылайша сәбізімізді салып, жақсылап әбден қуырып аламыз. Палау тамағы негізі асықпай, барынша қуырылып пісетін тамақтың түріне жатады. Көріп тұрғандарыңызда мен сәбізімді бөліп көріп тұрмын, оңай бөлініп кетіп жатыр. Осы дәрежеге жеткенше қуырыңыздар. Негізінде байқасаңыздар, сәбіз өте қатты, оңай бөлінбейді. Мен 1 кило палау бұқтырып жатқаннан кейін суымды да тура 1 литр қып құятын боламын. Осылайша суымды да құйып, жақсылап араластырып аламын. Оның үстіне тәпке көре тұзымды саламын. Осылайша менің палауымның қуырмасы дайын. Негізі өте көп қуырылған, бұл тамақ асықпай жасалған. Енді мен сіздердің алтын уақыттарыңызды алмайын деп оны қысқарттым. Қуырған кезде чесногымызды сразу салып жіберетін боламыз. Негізі күріш өте пайдалы. Сондықтан күрішті көбінесе жеген дұрыс. Енді мен палау түрінде көп жеңіздер деп айта алмаймын. Бұлайша қуырып, қайнатып жесе өте адам ағзасына пайдасы мол. Көріп тұрғандарыңыздай тамағы мен 30-40 минутта қайнады. Орташа отта қайнап болғаннан кейін мен күрішімді салатын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай палауыма күрішімді салып алып, етін тегістеп, қатты отта қайнатып алатын боламын. Осылайша палау тамағын жасап, оның жанына жеті созбағымды жасап, үй ішімге бір қуантып
алған болатынмын. Осылай араластырып аламыз. Негізінде күрішті салмай жатып чеснокты алып тастаңыздар. Мен алу есімнен шығып кетіпті. Өйткені қатты отқа қойып күрішімізді әбден араластырған кезде чесногымыздың формасын жоғалтып мыжып алатын боламыз. Сондықтан чесногымызды ерте алып тастаңыздар. Осылайша мен астын қатты қойып қайнатып алып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай уже суы да тартылып, суы түбінде қалды. Осылай су аз қалғаннан кейін күрішімізді ортаға жинап, бетін жауып бұқтыратын боламыз. Ал біздің палауымыз уже дайын болуына азырақ қалды. Ешқандай приправа салған жоқпын, көріп тұрғандарыңыздай. Негізі палауны приправа салсаңыздар да өте керемет болып шығады. Түсі де. Бірақ мен ол приправаны салмадым. Себебі мейізін ұнатпай қалады. Ал осылайша күрішімізді дөңгелек тәрізді етіп ортаға жинап алатын боламыз. Сіздер қаншалықты палау үйде жасап тұрасыздар? Үй ішілеріңізге ұнай ма? Комментарияда қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіп, кетулеріңізді сұраймын, лайк басып. Осылайша біздің плов дайын. Көкпірдің теріс жағымен оны осылай тесіп, су шығып, ауасы шығып, таза пісу үшін осылай жасап шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менде видеода бәрі толық көрсетілген. Айта өте кететін жайт, осылай тесіп шыққаннан кейін зыра деген приправа бар ғой. Тура зыраны шамалы мыжып осының үстінен салыңыздар. Сонда палауларыңыз керемет шығады. Ал көріп тұрғандарыңыздай, мен зыраны бетіне салдым. Сосын салып болғаннан кейін оның бетіні кәдімгі пищевой пакетпен болсын жауып, жай отқа қойып 20 минут көлемінде тындырып қоятын боламыз. Отты өшірмеңіздер, жай қойыңыздар. Ал осылай менің палауым дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай менің палауым пісті. Шашыраңқы болып, өте керемет болып пісті. Түсі да бәрі жайында болды. Көріп тұрғандарыңыздай керемет палау болды. Үй ішімізге де, балаларға да бәріне қатты ұнады. Ең алдымен осылай еттерімізді алып аламыз. Еттерімізді алып, оны тура бетіне салатын боламыз. Ал сіздер палауды қалай ұсынасыздар? Менің татау етім піскеннен ет бөлініп шашырап кеткен ғой. Салған етімді де таба алмай қалдым арасында. Осылайша палау да дайын. Ал рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Осылайша палауымның өте шашыраңқы болып, керемет болып шықты. Айтып өткенімдей видеоны мұқият қараған болсаңыздар, мен көп лайфхактар қалдырдым палаудағы. Құпияларымен бөлістім деуге де болады. Сондықтан сіздерге көргендеріңіз үшін үлкен алғыс. Соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздермен болған Гүлбахар. Алдағы уақытта оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Күнделікті тамақ жасайтын, үйде бар продуктымен жасайтын жеңіл рецепттермен бөлісетін боламыз күнделікті. Сіздер де палау жасап көріңіздер. Кешкі асқа менен бір идея болсын деп ыстық тамақтың рецептімен бөлісіп отқан жайым бар. Осылайша бүгіншелік палау жасаған болатынмын. Барынша қолдау білдіріп, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, кетулеріңізді сұраймын. Қоңырау батырмасын қарайтып дегендей. Барынша өз үлестеріңізді, арнамның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Толықтай енді менің палауым дайын болды. Палауым жанына айтып өткенінде 7 созбалымда пісіріп, өзіміз үйде кішігірім Құран оқытып жүрген жайымыз бар. Осылайша мекілеген палауымды дайындап алдым.
айта өткендей менің чесногымды алып қойған едім. Сол чесногымды қойдым. Чеснок толық піскен. Ал менің палауым дайын болды. Ас болсын. Біздің үйге қонаққа келіп палаудан дәм татыңыздар.